Міне қазір қаңтар. Қаңтар деген сөздің мағынасы білініп тұр ғой, иә? Қаңтарласын. Солай қыстың ең міне қаңтар ақпан. Осы кезде мен мына жігіттерден сұрап жатсам, міне нарын қолдан келдіңдер. Аяқтарың мынау не кроссовка жылдаңла десем, соңын айтам, ұмты кию керек қой, ұмты десем, ұмты деген не дейді? Нарын қолдың жігіттері, Өскеменнің жігіттері, міне қазіргі жастар ұмты деген не екен білмейді екен. Міне ұмты дейді, мынаны айтады. Иттің терісінен тігілген, табанында киіз, міне ішінің бәрі, міне ішінің мынау жүн. Міне ауылда, далада осымен жүру керек. Қазірғылар бір кроссовкамен кетіп бара жатады аттың үстінде, қарасаңыздар. Болмаса анандай немене, охотничий бар ғой. Берцілар, соң кейін су етік сияқты бар ғой, галоштың материалы. Оның бәрі резина. Соны киіп жүреді. Мал жайып жүреді. Ол жарайды, су өткізбейтін шығар. Бірақ мынаған ештеңеге жетпейді ғой. Сондықтан ауылда жүресіздер ме, жолда жүресіздер ме, мынандайды кию керек. Міне денсаулық осындай аяқ киімдер. Міне жеңіл мынау, түріне қарасаң ауыр сияқты, е? Мынау не кроссовкадан жеңіл. Қандай жылы, тері, таза иттікі. Сондықтан қалада мынандай кимесеңіздер де мықты, сапалы аяқ киім киіңіздер. Аяқ киімнен аянаңыздар. Үстіңе жеңіл-желпі кие алуға болады, арзан. Иә? Басыма да бірдеме кие саламын. Жылы қабат-қабат баса болды. Аяқ, табан жылы болу керек. Аяқ жылы болу керек. Бүкіл канал нүктенің бәрі табаннан келеді. Суық табаннан өтеді. Қазақ айтады, табаннан өткен мидан шығады дейді. Ал қазір келіп ап, елдер қарды жанан аяқ басқыш, мұзға түскіш. Мен айтам, шіркін ай, сендерді апарып, ауылға апарып, мал бақтырса ғой кешке дейін. Сонда көрер едім, өнерлеріңді, иә? Қуат қайда кетеді. Ол деген ауылдың балалары. Болмаса ауылдан келген қаланың балалары болып кеткен балалар. Ол негізі қыстың күні ауа температура 30, минус 30 болғанмен судың асты минус 30 болмайды. Осыны білмейді адамдар. Ол жылы судың асты. Плюс 5. Бұлай қарасаңыздар, су плюс 5 плюс 10 болады. Минус 30 бұлай жердің бетінде ауа. Судың астында плюс 5-тен жоғары. Ол жылы болады. Елдер соған қарайды, ойбай мынау батыр екен, керемет екен дейді. Ол түк емес. Ол табаннан өткен мидан шығады. Кейін әсер етеді ол. Ұрпақсыз қалады, бедеу болады, белсіз болады. Сонда ол өзі енді, өзі не істесе, оны істесін. Бұлай айтқанда, бұл қазақтың болашағына балта шабу. Көрдіңіздер ме? Ұлтты бейбіт түрде ешқандай соғыссыз жер бетінен жою, жаулау. Осыған ат салыспаңыздар. Шама келсе киініңіздер, таңертең кешке аяз ба, жаңбыр ма, ыстық па, серуендеу керек, далада жүру керек. Таңертең кешке. Қаланың адамдары. Табанды жылы ұстау керек, міне. Сонда қазақтың болашағы бар. Ал мұзға түскіш, қар басқыш. Одан 10 адамға шақсаңыздар, 10 адам мұзға түскісі, оның 7-еуінде ма, 6-ауында ма ұрпақ болмауы мүмкін. Көрдіңіздер ме? Сонда біз миллион халыққа шақсақ, қанша ұрпақтан қағылдық бұлай айтқанда. Ол қазақтың демографиясын төмендетеді. Осы бір 40-50 жылда сенің отаныңды қорғайтын азаматтар болмайды. Алла сақтасын. Сондықтан ел аман жұрт тыныш болсын. Елге қызмет етем деген адамдар сен сияқты. Елге қызмет етем, кәсіп жасаймын деп жатыр. Дұрыс жүру керек, жүйені ұстану керек. Атам қазақ қандай тамақ ішті? Атам қазақ қалай киінді? Мынандай киіп алмасаң да сапалы, заманауи киім кию керек.